Жаһандық тәртіп дегеніміз не? 1961 жылы, жас ғалым кезінде Канзас-Ситиде өткен конференцияда сөз сөйлеп тұрып, Гарри С. Трумен есіме түсті. Одан президенттігі тұсындағы ең үлкен жетістіктері туралы сұрағанда, ол былай деген еді. Біз жауларымызды толықтай жеңіп, оларды ұлттар қауымдастығына қайта қостық. Бұл тек Америка ғана жасай алған іс. Осыған мақтанамын. Трумен Америка күшінің ауқымын жақсы түсінді, бірақ ол алдымен елінің гуманизм мен демократиялық құндылықтарын мақтаныш етті. Ол өзін жеңісті елдің президенті ретінде емес, бұрынғы жауларды татуластырған басшы ретінде есте қалдырғысы келді. Одан кейінгі президенттердің барлығы дерлік осы көзқарасты ұстанды. Олар да дәл осындай түрде Америка идеясының мәнін мақтан тұтты. Жылдар бойы олар қолдаған ұлттар қауымдастығы америкалық консенсус аясында жұмыс істеді. Бұл жүйе мемлекеттердің ынтымақтасуына, ортақ ережелер мен нормаларды сақтауына, либералды экономиканы дамытуына, территориялық басқыншылықтан бас тартып, ұлттық егемендікті құрметтеуіне және өкілдік демократиялық басқару жүйесін қабылдауына негізделді. Президенттердің қай партиядан екені маңызды болмады, барлығы басқа елдерге адам құқықтарын сақтауды және азаматтық қоғамды дамыту жолында ынталандыруды табанды түрде талап етті. Көп жағдайда Америка мен оның одақтастары қолдаған бұл құндылықтар нақты елдердегі халықтың жағдайына оң әсерін тигізді. Алайда бүгін бұл ережеге негізделген жүйе дағдарысқа ұшырады. Басқа елдерге бағытталған үнемі қайталанатын үндеулер үлес қосу, 21 ғасыр ережелері бойынша ойнау, жауапты қатысушы болу секілді ұрандар бұл жүйеге бәрінің бірдей сенбейтінін, бірдей түсінбейтінін көрсетеді. Батыс әлемінен тысқары аймақтар, яғни қазіргі ережелерді жасауға аз қатысқан елдер, бұл қағидалардың тиімділігіне күмән келтіреді. Олар бұл ережелерді өзгертуді қалайды. Осылайша қазіргі кезде жиі айтылатын халықаралық қауымдастық ортақ мақсаттар, әдістер және шектеулер жайлы нақты және қайшылықсыз келісімге келе алмай отыр. Біз тарихтың ерекше бір кезеңінде өмір сүріп отырмыз. Жаһандық тәртіп туралы ортақ түсінік күн санап алшақтап, хаос қаупі артып келеді. Сонымен қатар бұрын-соңды болмаған өзара тәуелділік пайда болды. Жаппай қырып жою қаруының таралуы, мемлекеттердің ыдырауы, табиғатты қанау салдары, геноцидтің әлі де кездесуі және жаңа технологиялардың шапшаң енуі барлығы шиеленістерді күрделендіріп, адам мүмкіндігінен тыс жағдайларға апарады. Ақпаратты өңдеу мен тарату жолдары бұрын-соңды болмаған дәрежеде өңірлерді біріктіреді. Жергілікті оқиғалар жаһандық деңгейде көрініс табады, бірақ олардың мәнін түсінуге кедергі келтіреді. Бұл кезде мемлекет басшыларынан жылдам әрекет, тіпті ұран түрінде болса да, жауап талап етіледі. Бәлкім біз болашақты ешқандай шектеу мен тәртіпті мойындамайтын күштер анықтайтын жаңа кезеңге аяқ басып жатқан шығармыз. Әлемдік тәртіп түрлері. Ашық айтайық, шын мәнінде нағыз жаһандық әлемдік тәртіп ешқашан болған емес. Қазіргі кезде солай деп танылатын жүйе Батыс Еуропада шамамен 4 ғасыр бұрын қалыптасты. Оның негіздері Германияның Вестфалия аймағындағы бейбіт келіссөздерде қаланды. Бұл келіссөздерге басқа құрлықтардағы көптеген елдер мен түрлі өркениеттер мүлде қатыспады, тіпті назарды аударған жоқ. Орталық Еуропадағы дінге байланысты алауыздықтар мен саяси сілкіністер 100 жыл бойы жалғасып, ақыры 30 жылдық соғысқа 1618 бен 1648 жылдар аралығы ұласты. Бұл соғыс саяси және діни қайшылықтар араласқан әлемдік отқа айналды. Соғыс кезінде тараптар стратегиялық маңызды қалаларға қарсы жаппай соғыс жүргізді. Соның нәтижесінде орталық Еуропа халқының шамамен 1/4 ұрыстар, індеттер мен аштық салдарынан қаза тапты. Қан төгісті тоқтатудың жолдарын қарастыру үшін әлсіреген қарсыластар Вестфалияда бас қосты. Діни бірлік күйреп, протестантизмнің бекіп, кең таралуына жол ашылды. Ал саяси әртүрлілік соғысқа қатысқан тәуелсіз саяси құрылымдардың көптігінен туындады. Нәтижесінде, Еуропа, қазіргі әлемге тән жағдайларды алғашқылардың бірі болып қабылдаған аймаққа айналды. Саяси құрылымдардың сан алуандығы, олардың ешқайсысы басқаларды жеңе алмайтындай теңгерімділігі, идеологиялық қайшылықтар мен әртүрлі басқару тәжірибелеріне төзімділік, сондай-ақ өзара қатынасты реттейтін бейтарап ережелерді іздеу, осының бәрі қазіргі әлемдік тәртіптің бастамасына айналды. Вестфалия бейбіт шарты шындықпен бетпе-бет келудің тәжірибелік қадамы ретінде қарастырылуы тиіс. Ол қандай да бір жоғары моральдық санаға емес, елдердің өзара өмір сүруіне негізделген.
Бұл келісім егемен мемлекеттердің бір-бірінің ішкі істеріне араласпай, өз мүдделерін басқалармен тепе-теңдік ұстанымы арқылы сәйкестендіруіне бағытталған. Шындыққа жалғыз мен иемін деген көзқарастарда, бәріне ортақ әмбебап ережелер де Еуропада үстемдік ете алмады. Оның орнына әр мемлекет өз аумағында дербес билік жүргізу құқығына ие болды. Әрқайсысы көршісінің ішкі құрылымы мен діни нанымдарын өмірлік шындық ретінде қабылдап, олардың мәртебесіне қол сұқпауға келісті. Осылайша күштердің тепе-теңдігі табиғи әрі қолайлы құбылыс ретінде мойындалды. Билеушілердің амбициялары өзара тежеу қызметін атқарып, теория жүзінде болса да қақтығыстардың көлемін шектеуге жол ашты. Тарихи тұрғыдан кездейсоқ қалыптасқан Еуропаның бөлшектенуі мен әртүрлілігі жаңа халықаралық тәртіптің ажырамас сипаттамасына айналды. Бұл жүйе өзіндік дүниетаным мен философияға ие болды. Осы мағынада еуропалықтардың өз әлемдік өртін сөндіруге ұмтылысы қазіргі заманғы әдістердің бастамасы болды. Абсолютті үкім шығарудан бас тартып, практикалық және кең ауқымды тәсілді таңдауға негізделген. Бұл алуан түрлілікті мойындап, өзара тежелу арқылы тәртіп орнатуға жасалған талпыныс. 17 ғасырдағы келіссөз жүргізушілер Вестфалия бейбіт келісімінің шарттарын жасап жатқан кезде, бұл құжат болашақта Еуропадан әлдеқайда асып түсетін жаһандық жүйенің негізі болады деп ойлаған да жоқ. Олар тіпті көрші Ресейді бұл үдеріске тартуға тырысқан да жоқ. Ол кезде Ресей смуталы кезеңнен кейін өз ішкі тәртібін жаңадан қалыптастырып жатқан болатын. Ресей бұл ретте Вестфалиядағы күштер тепе-теңдігіне мүлде қайшы келетін қағидаларды заңдастырды. Абсолютті монархия, бірыңғай мемлекеттік дін, православие және барлық бағыттарда аумақтық экспансия. Шын мәнде сол кезеңдегі басқа да ірі күш орталықтары Вестфалия келісімдерін өздеріне қатысы бар құжат ретінде қабылдаған жоқ, егер олар бұл келісімдер туралы мүлде білген болса. Әлемдік тәртіп тұжырымдамасы сол уақыттағы саясаткерлерге белгілі географиялық кеңістікте ғана іске асырылды. Мұндай тәсіл көптеген аймақтарда әлі күнге дейін қолданылады. Бұл көбіне сол дәуірдегі басым технологиялардың бірыңғай жаһандық жүйе құруға мүлде қолайсыз болғаннан туындады. Мұндай жүйені елестетудің өзі мүмкін емес еді. Бір-бірімен тұрақты әрі тиімді байланыс орнаталмаған, еуропалық аймақтардағы күштердің температурасын өлшей алмайтын саяси құрылымдар әрқайсысы өз жүйесін бірегей деп танып, қалғандарын варварлар ретінде көрді, яғни олардың басқару үлгісі сол кездегі тәртіпке жат әрі қауіпті саналды. Әрбір саяси құрылым өз тәртібін, адамзат қоғамын ұйымдастырудың мінсіз үлгісі деп есептеді, және өзінің басқару тәсілін бүкіл дүниені реттейтін жол ретінде қарастырды. Еуразия құрлығының арғы жағында орналасқан Қытай өз тәртібінің тұтас бір иерархиялық және теориялық тұрғыдан әмбебап моделін жасақтады. Бұл жүйенің орталығы ретінде өзін қойды. Қытайдың бұл жүйесі мыңдаған жылдар бойы дамыды және Еуропада Рим империясы үстемдік еткен кезде-ақ бар еді. Ол жүйе егемен мемлекеттердің теңдігіне емес, императордың шексіз билігіне негізделген. Қытай концепциясында еуропалық мағынадағы егемендік ұғымы болған жоқ, өйткені император аспан асты әлемнің бәріне билік жүргізді. Ол әлемнің орталығы болып саналатын Қытай астанасынан әлемнің қалған бөлігіне таралатын мінсіз және әмбебап саяси мәдени иерархияның шыңы еді. Қытайды қоршаған халықтар варварлық деңгейіне қарай жіктелді. Бұл жіктеу олардың Қытай жазуына және мәдени жетістіктеріне қаншалықты жақын екеніне байланысты жүргізілді. Бұл көзқарас заманауи дәуірге дейін сақталды. Қытайдың өзіндік көзқарасы бойынша, ол дүниеге билік етуі тиіс еді. Бұл үстемдік, ең алдымен, оның мәдени өркендеуі мен экономикалық молшылығы арқылы басқаларда құрмет пен таңданыс тудыруы тиіс болатын. Басқа халықтармен қарым-қатынасты орната отырып, Қытай оларды дұрыс басқару арқылы түпкі мақсат аспан асты гармониясына қол жеткізетін жүйеге тартуға тырысты. Еуропа мен Қытай арасындағы кеңістікті қарастырар болсақ, бұл аумақта ислам ұсынған әмбебап әлемдік тәртіп тұжырымдамасының үстемдігін атап өту қажет. Ислам бүкіл әлемді біріктіріп, татуластыратын, Құдайдың рұқсатымен орнайтын жалғыз билік туралы арманмен келген жүйе. 7 ғасырда ислам бұрын соңды болмаған діни жігер мен империялық кеңеюдің арқасында үш құрлыққа тарады. Араб әлемі біріктірілгеннен кейін, Рим империясының қалдықтары жаулап алынып, Парсы империясы бағындырылды. Осыдан кейін ислам таяу шығыс, солтүстік Африка, Азияның көптеген бөліктері мен Еуропаның бірқатар аумақтарында үстемдікке айналды. Исламдық әмбебап тәртіп тұжырымдамасы соғыс аймағы деп аталатын, яғни кәпірлер мекендейтін барлық жерлерге шынайы сенімді таратуға бағытталған болатын.
Мұсылмандардың сенімінше, адамзат пайғамбар Мұхаммедтің сөзіне құлақ аса отырып, бірлікке және үйлесімге жетуге тиіс еді. Еуропа көп мемлекеттік жүйесін қалыптастырып жатқан уақытта, Осман империясы Түркиядағы метрополиясымен бұл Құдайдан шабыт алған бір тұтас билік туралы талапты қайта тірілтіп, өз ықпалын араб елдеріне, Жерорта теңізі маңына, Балқан түбегіне және Шығыс Еуропаға дейін жеткізді. Османдар Еуропада қалыптасып жатқан мемлекетаралық құрылымға мән бергенімен, оны үлгі деп санамады. Керісінше, олар еуропалық келісімдерді Осман империясының батысқа қарай одан әрі кеңеюіне түрткі ретінде қабылдады. Бұл туралы Осман билеушісі Мехмед II, жаулап алушы, 15 ғасырда италиялық қала мемлекеттерге қарата айтқан сөзімен дәлелдеген. Сендер 20 қала. Мәңгілік өзара тартысып жүрсіңдер. Бүкіл әлемде бір империя, бір сенім және бір билік болуы керек. Ал Атлант мұхитының арғы бетінде, жаңа дүниеде, әлемді танудың мүлде басқа үлгісі қалыптаса бастады. 17 ғасырда Еуропаны саяси және діни қақтығыстар жайлаған кезде, пуритан қоныс аударушылар Құдайдың еркін орындау үшін ескі билік құрылымынан өздері жарамсыз деп санаған қашып, шалғайда жаңа қоғам орнатуға бел байлады. Олар Массачусетс отарына жол тартқан кемеде 1630 жылы уағыз айтқан губернатор Джон Уинтроптың сөзімен айтқанда, биікте орналасқан қала салмақ болды, яғни бүкіл әлемге өздерінің әділеттілікке негізделген қағидалар мен өнегесі арқылы үлгі болуды армандады. Америкалық көзқарасқа сай, әлем мен күштер тепе-теңдігі табиғи жолмен қалыптасады, ал ежелгі дау-дамайлар мен жаулық өткен шақта қалуға тиіс, тек өзге халықтарда басқару ісінде америкалық қағидаларды қабылдаса болғаны. Осыдан келіп, сыртқы саясат тек Американың жеке мүдделерін қорғауға емес, жалпыға ортақ қағидаларды таратуға бағытталуы тиіс болды. Кейін келе Америка Құрама Штаттары Еуропа ұсынған әлемдік тәртіптің басты қорғаушысына айналды. Алайда, ақш еуропалық бастамаларды қолдап отырғанымен, бұл көзқараста қайшылық байқалады. Американдық үлгі, Еуропадағы күштер тепе-теңдігі жүйесін қабылдауға емес, әлемдік бейбітшілікті демократиялық қағидаларды тарату арқылы қамтамасыз етуге негізделген. Осы айтылған тұжырымдардың ішінде, бұл кітаптың шеңберінде Вестфалия бейбіт тәртібі, қазіргі кездегі әлемдік тәртіптің жалпымен танылған жалғыз негізі ретінде қарастырылады. Бұл жүйе, Еуропадан бүкіл әлемге мемлекетаралық және халықаралық тәртіптің қаңқасы ретінде таралды. Әртүрлі өркениеттер мен аймақтарды қамтыған бұл үлгіні еуропалықтар өз иеліктерін кеңейте отырып, барлық жерлерге халықаралық қатынастардың өз көзқарастарын енгізу арқылы орнықтырды. Олар көбіне отарларға және отарланған халықтарға қатысты егемендік ұғымын ұмытып кетіп отырды. Алайда бұл халықтар тәуелсіздік талап еткен кезде, дәл осы вестфалдық тұжырымдарға сүйенді. Ұлттық тәуелсіздік, егемен мемлекет, ұлттық мүдде және басқа елдердің ішкі істеріне араласпау, міне, осы қағидалар отарлаушылармен күресте, әрі жаңа мемлекеттерді қорғау ісінде ең тиімді дәлелдерге айналды. Қазіргі заманғы, бүгінде жаһандық сипат алған Вестфалия жүйесі, яғни бүгінгі күнде әлемдік қауымдастық деп аталатын тәртіп, әлемдегі анархиялық болмысты өркениеттендіруге тырысады. Бұл мақсатта халықаралық құқықтық және ұйымдық құрылымдардың кең ауқымды желісі құрылған. Олар ашық сауданың дамуына, тұрақты халықаралық қаржы жүйесінің жұмыс істеуіне жәрдемдесуге, халықаралық дауларды шешудің баршаға ортақ қағидаларын орнатуға және соғыстар орын алған жағдайда олардың ауқымын шектеуге бағытталған. Бұл мемлекетаралық жүйе қазіргі уақытта барлық мәдениеттер мен өңірлерді қамтиды. Оның институттары әртүрлі қоғамдардың өзара іс-қимыл жасауына бейтарап негіз ұсынады. Бұл көбіне олардың ішкі құндылықтарына тәуелсіз жүзеге асады. Алайда вестфалдық қағидалар бүгінде жан-жақтан сынға алынып отыр, кейде таңғаларлығы дәл осы әлемдік тәртіпті сақтау ниетімен сыналады. Еуропа өз қолымен жасаған мемлекетаралық қатынастар жүйесінен бас тартуға ниетті және болашақта бір тұтас егемендік тұжырымдамасын ұстануды қалайды. Бұл тарихи ирония, әлемдегі билік тепе-теңдігі тұжырымын ойлап тапқан Еуропа енді өзінің жаңа институттарының билігін әдейі және елеулі түрде шектеуде. Әскери қуатын қысқарту арқылы ол әмбебап қағидалардың бұзылуына тиісті жауап қайтара алмайтын деңгейге жетті. Таяу шығыста, сунниттікте, шииттікте бағыттағы жихадшылар қоғамдарды бөлшектеп, ұлттық мемлекеттерді күйретуді жалғастыруда. Олар мұны ислам дінінің фундаменталистік түсінігіне негізделген ғаламдық революцияны жүзеге асыру мақсатында жасап отыр.
Мемлекет ұғымының өзі және оған негізделген өңірлік қатынастар жүйесі бүгінде қауіп астында. Бұл жүйені мемлекет белгілеген шектеулерді заңсыз деп санайтын идеологиялар мен кейбір елдерде үкімет әскерінен де күшті террорлық топтар күйретуде. Азия аймағы егемен мемлекет тұжырымын қабылдаған өңірлердің ішінде ең әсерлі табыстарға қол жеткізгенімен, әлі де балама қағидаларға сағынышпен қарайды. Сонымен қатар Азияда өңірлік бәсекелестік пен тарихи талаптар кең таралған, мұның өзі бір ғасыр бұрын еуропалық тәртіпті шайқалтқан жағдайлармен ұқсас. Әрбір дерлік ел өзін жас айдаһар санап, ашық қақтығысқа ұласуы мүмкін шиеленістер тудырып отыр. Америка Құрама Штаттары бірде Вестфалдық жүйені қорғауға күш салып, енді бірде оның басты қағидалары күштер тепе-теңдігі мен ішкі істерге араласпау, ескірген әрі моральға қайшы деп сын айтады. Кейде бұл екі ұстанымды бір мезгілде қатар ұстанатын жағдайлар да болады. ақш өз құндылықтарын әмбебап және бүкіл әлемге қажет деп санап, оларды жаһандық тәртіптің негізі етуге тырысады. Бұл құндылықтарды бүкіл әлемде қолдау құқығын өзінде сақтап отыр. Дегенмен екі ұрпақтың өмірінде үш соғысты бастан кешірген Америка әр соғыс идеалистік ұмтылыстармен және қоғамның кең қолдауымен басталып, ұлттық жарамен аяқталды. Бүгінде өз қуаты әлі де зор мен мемлекет құру қағидаларының арасындағы тепе-теңдікті табуға тырысып отыр. Планетамыздағы барлық негізгі күш орталықтары Вестфалия тәртібінің элементтерін әр деңгейде пайдаланады, бірақ ешқайсысы өзін осы жүйенің табиғи қорғаушысы деп санамайды. Аталған барлық орталықтар қазіргі кезде елеулі ішкі өзгерістерді бастан өткеріп жатыр. Ал енді мәдениеттері, тарихы мен дәстүрлі дүниетанымдары мүлде әртүрлі өңірлер қандай да бір жаһандық жүйені баршаға ортақ заң ретінде қабылдай ала ма? Мұндай мақсатқа жету үшін адамзаттың мәдени әртүрлілігіне құрметпен қарайтын әрі адамның табиғи бостандығына деген ұмтылысын ескеретін тәсіл қажет. Осы мағынада ғана нағыз әлемдік тәртіп туралы айтуға болады, бірақ мұндай тәртіп зорлықпен таңыла алмайды. Бұл әсіресе жедел коммуникациялар мен саяси төңкерістер дәуірінде ерекше маңызды. Кез келген жаһандық тәртіп өміршең болу үшін әділетті деп қабылдануы керек, тек ел басшылары емес, қарапайым азаматтар тарапынан да. Ол екі ақиқатты ескеруі тиіс. Бостандықсыз орнаған тәртіп бастапқыда қаншалықты қуана қарсы алынғанымен, соңында өзінің қарама-қарсы нәтижесін тудырады. Бірақ тәртіпсіз бостандықты да орнықтыру және қорғау мүмкін емес, бейбітшілікті сақтау үшін тәртіптің негізі қаңқасы қажет. Тәртіп пен бостандық адам тәжірибесінің қарама-қарсы шеттері деп қарастырылғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Бүгінгі күннің көшбасшылары күнделікті мәселелердің тараясынан шығып, осы тепе-теңдікті табуға қабілетті бола ала ма? Сонымен біз әлемдік тәртіп кітабының алғашқы бөлімі кіріспе және әлемдік тәртіп түрлері тарауын аяқтадық. Жалғасы бар, келесі видеода осы кітаптың келесі тарауын талдаймыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны қосып қойыңыз, келесі видеоны жіберіп алмау үшін. Пікір қалдырып, өз ойыңызды бөлісіңіз, біз үшін бұл өте маңызды. Қазақша аудармалар мен контентті қолдайық. Осылайша біз ана тілімізде сапалы мазмұнның көбеюіне үлес қосамыз. Келесі бөлімде кездескенше.